Қазақстандық әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға қол ұшын созып, елге қызметін көрсетіп жүрген және сол отбасыларға баспана сыйлап жүрген қазақтың халықтың батыр қызы Ырысбала Экранбай жайлы сөз қозғамақпыз. Ырысбала Экранбай блогер, қайырымдылық іспен айналысып жүрген қазақтың батыр қызы бірнеше отбасыны баспаналы еткен болатын. Белгілі бір себептерге байланысты Ырысбала Экранбай өзінің бауырымен 3 жылдай ренжісіп араласпай кеткен болатын. Араға 3 жыл салып, інісі Мұса бірінші болып Астанадан Алматыға келіп, әпкесінен кешірім сұрау ниетімен келген болатын. Қазір алдағы видеода көретін боламыз. Әдемі гүл шоқтарымен тікелей эфир болып жатқан студияға кіріп келіп, гүл шоғын сыйлап, өзінің кешірімін сұрап, татуласқан болатын. Өзінің тұлпарының кілтін ұсынып, кешірім сұрап, екі бауыр татуласты. Ырысбала Экранбайда бұл жағдайды күткен жоқ болатын. Өзі де таң қалды. Әрине, қуанышты жағдай. Екі бауыр татуласты. Көздеріне қуаныштан жас алып жатыр. Тек қана осындай бауырлар ренжіспей тату-тәтті өмір сүрсін демекпіз. Әдемі бір өлең шумағы бар ғой. Бауыр деген бір әлем ауыл бөлек, бауырларсыз жүгінде ауыр демек. Әр бауырдың амандығын тілейік өмірде, әр адамға бауыр керек деп әдемі айтылған. Шынымен де бауырларымыз аман, отбасыларымыз бүтін болсын, тек қана шаңырақтарымызда той болсын, қуаныш болсын. Ешкіммен ренжіспей мына қысқа өмірде тату-тәтті өмір сүрейік. Осылайша екеуі көз жастарын алып, қуанып, татуласқан болатын. Өмірде әртүрлі сынақтар болады. Сол сынақтан екеуі бір-бірін түсініп, татуласқан жағдайы бар. Мінекей осындай әдемі көріністің куәсі болып жатырмыз. Отбасымыз аман, бауырларымыз бүтін болсын ағайын.